Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге мен Кризиман анасы достар. Бүгін біздерде мотонайтын боламыз. Бұл деген жаңадан сервер, бұл Redl Қазақстан сервері достар. Бүгін біз осы серверде видео түсіретін боламыз, яғни осы серверден жұмыс жасап права алатын боламыз достар. Енді қазір праваның ақшасын білмеймін, енді қазір пицца жұмысы бар ғой, осының несін білем, ақшасын білем, өте керемет жұмыс бұл деген достар. Егерде осы жерге кіріп жатсаңдар, сендерге барлық жағдай селіп қойған, яғни F11-ді бассаңдар, міне достар, осындай номер, тонер бәрі бар. Және аяқта салондар жасылмен белгіленіп тұрады, және жұмыстар қызылмен белгіленіп тұрады достар, қызылмен. Сарылар сол номер, тонер, сондай майда-шүйде заттар достар, барлық жағдай жазылған. Мына апта салон, спорт салон дегендер сондайлар жазылып бір картада. Енді осы бөлімде біздер деген осы права алайық осы серверге. Мына жұмысқа келесіздер, сіздерде бірінші кірген кезде осы жұмысқа келсеңіздер, сіздерге көп ақша береді бұл жұмыс деген. Міне достар, қанша теңге десеңіздер, бұл 100 000 теңге достар, өте керемет баға бұл деген. Міне сіздерге сосын мынандай скин береді достар. Сосын біздер F1-ді басып шығару деген жерден мопед шығару достар. Мына жерде бұғы да бар, оны шығарсаңыздар шығарасыздар, шығармасаңыздар өздеріңіз білесіздер достар. Қазір осындай картада шығып тұр ғой көп маркерлер. Кішкентай радарда қызылмен қараласқан бір прицел сияқты бірдеме тұр, сондай меткі ма сондай тұр. Ал мынандай неде көк маркер тұр достар, міне арт жақта да андай көк маркерлер толып тұр. Енді қазір осы жұмысты тез скороспен тез өткізіп жіберейік достар. Сіздер қарап отыра беріңіздер, ауыстырмаңыздар, ота қызықты сәттерден қалып кететін боласыздар достар. Так что ауыстырмай до конца көріңдер. Міне достар, біз деген қазір қолымызда деген 900 000 теңге достар, өте керемет. Мына серверде тез байып кетуге болады достар. Так что осы серверге кіріңдер, VK группасының IP-ін төменге тастап кететін боламын. Енді біз қазір мына жерге келеміз. F11-де бәрі жазылып тұр достар, бағана айтып кеттім, мұны автошкола деп көрсетіп тұр. Осы жерге келесіздер, егер сіздерді білмейтін болсаңыздар, мына жерге келіп жеңіл көлік деген бар достар. Яқта 100 000 теңге екен достар. Смело жетеді достар, даже машинаға соларға да жетіп қалуы мүмкін негізі. Енді машиналарды келесі видеода аламыз ба білмеймін, енді видео қысқа болып қалып жатса машинаны алып түйнек жасап жібереміз ба білмеймін, енді көреміз, оны алдағы уақытта көретін боламыз. Енді мынаны тез тапсыра береміз ба или үйсіп кете береміз ба? Жөді бәрі тез болып кететін сияқты, так что үйсіп кете берейік, әңгіме айтып дегендей. Енді бұл сервердің создателі Нұрбол деген бала, яғни Nupo.kz деген бала. Осы серверді бір-екі ай бұрын ашқан. Негізі Активность деген жетіп жатыр бұл серверді. Naki.kz деген танитын шығарсыздар ютуберді. Осы серверді ойнайды, және Аликон деген мен досым бар еді. Сол да осы серверде ойнайды достар. Енді сіздерде келіп осы серверді ойнаңыздар, өте керемет сервер. Осы ютуберлер бәрі мақтап кетіп жатыр, өте керемет сервер, мынау деген сияқты. Так что осы серверге кіріңіздер достар. Міне біз мына жерге келдік, қайтан келеміз, сосын ішіне қайтан былай айналып шығамыз достар, өте керемет. Права тапсыру деген осылай болу керек, өте қиын болу керек дегендей. Негізі біз деген жай жүру керек, біз орыстар деген правиламен ана жерде бүйтіп жай жүреді. Біз бәрін соғып осын жап кете береміз ғой. Яғни светофорға қарап бүйтіп күтіп бүйтіп мынаушы. Типа сервердің ережесімен таныс отқан сияқты боласында, қараңыз. Соғып кетті мен нечайына. Орыстар деген вообще соқпай әдемі дейді ғой. Былай келеді, кәмшінің бүйтіп соқпай ары бері, біз деген бұлайнан іздеп кетеміз. Енді
қазақ десе өзің етеді деп қойсын. Өзіміз де сондаймыз, мойындаймын. Міне енді біз авто мектептен құжат тапсырып алдық. Б дейді ғой тұр. Не ол Б деген? Достар, біздер деген бүгін машина алмайтын болдық. Енді машинаны келесі бөлімде алайық. Енді біз қазір деген осы магазинге кіріп, скин магазин кіріп, жаңадан скин сатып алайық, достар. Мына жерге кіріп жаңадан скин сатып алайық. Бұлар деген 50 мың теңге деген, достар. Өте керемет, арзан екен. Ой, көрсек. Қандай скиндер бар бізде? О, олама. Қандай скиндер бар осы? Дайна скинді алайық, достар. Өте керемет, сақал ең шығып келетірейін. Артында 23 деген самар екен. Және не? Бурекс дейме? Не екен? Не алып көріңіздер, Google'да жазып көріңіздер, не деген сөз екен? Бурекс дейді, достар. Енді бұл, давайте на персонажға, достар, біздер деген ат қойық. Осы видеоға ат қойған сияқты. Бұл персонажға не деп қоямыз, достар? Сәкөш деп қойық, давай. Сәкөш деген бұл жазылады. Қазір көрсетейін. Сәкөш деп қоямыз ба, достар? Мен осы видеоға Сәкөш бірдемесе деген сияқты жаз кетем. Егер бұл ат ұнамаған болса, өздеріңіздің бір әдемі атты жаз кетіңіздер, достар. Осы персонажға жарасатын. Типа Сәкөш деген сапсар екен, сақалдар сосын айтып қалмын негізі. Сақалы, шаштақтар қоңырлау сондай. Сосын Сәкөш деп айтып жатырмын енді. Типа ол деген не ғой? Книжка ғой, достар, Сәкөш деген книжка. Сондықтан осы Сәкөш деген ат ұнаған болса, лайктарыңызды басыңыздар, комментар жазыңдар. Ұнады, ұнамады, ұнамаған болса, басқа не жазыңыздар, книжка жазыңыздар, қандай ат қоямыз бұл адамға, достар. Соны жазып кетіңіздер, міне осы адамға сәл түріне келісетін бір ат жазып кетіңіздер, достар, егер менің қойған атым ұнамаған болса. Енді осы видеоны аяқтаймыз. Сәкөш права болды. Бірділі екен, Сәкөш деген. Енді осылай права алды Сәкөш деген. Енді келесі бөлімде машина, сондай үйлер, соныларды алатын боламыз. Енді ол кезде білмеймін, қасымызда дос бола ма, Аликон деген. Білмеймін, енді көретін боламыз. Енді осы видеоны аяқтайық. Сендермен болған мен, Кризман анысы, және де Редул Қазақстан сервері, достар. Келесі видеоларда кездескенше аман болыңыздар. Давайте, скипау.